Халқы көп Түркістан облысында әсіресе жастар, жас отбасылар қатары қалың. Сондықтан келешекке деген нық сенімді нығайта түсу міндетінің маңызы өте зор. Өзімде 4 баланың әкесі ретінде жаңа жобаға ұсынылып отырған әрбір өзгеріске тек кәсіби қызмет тұрғысынан емес, болашақ ұрпақ қандай жағдайда өмір сүріп, еңбек ететіні туралы ойлайтын осы елдің азаматы ретінде қараймын. Бұл ретте жаңа конституция жобасы мемлекет пен қоғам арасындағы диалогты нығайтып, мемлекеттік мәселеге ел азаматтарының ерте жастан бастап қатысуына жол ашатын маңызды қадам деп білемін. Әсіресе жаңа редакцияға енгізілген заң мен тәртіптің басымдығы, озық ойлы ұлт қалыптастыру, табиғатқа ұқыпты қарау сынды құндылықтар бүлдіршін балдардан бастап қоғамның әрбір мүшесіне ортақ мәдениет ұғымын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Халық арасында жүретін азамат ретінде, кәсіпкер ретінде де мұндай тәсілдің тиімді әрі дұрыс екенін сеніммен айта аламын. Менің ойымша, өзара тең дәрежелі әрі есеп беретін билік жүйесін құру аса маңызды. Бұл ретте өкілеттіктердің нақты бөлінуі, өкілді органдардың рөлінің күшеюі және атқарушы биліктің есеп беруі өңірлердегі басқарудың жауаптылығын арттыруға мүмкіндік береді. Яғни өңірлер үшін бұл дегеніміз жергілікті мәслихат жұмысының тиімді бола түсуі, әр өңірдің жергілікті ерекшеліктері мен халық сұранысын ескеру. Сондықтан азаматтардың мүддесі мен өңірлер дамуы негізгі бағдар қылған конституцияның жаңа жобасы қоғам қолдауына ие деп сенемін.